Baha Pictures sunады. Продюсері Baha. Сейтмұрат ата фильмінде. Атамыздан қалған естелік. 1939-45 жылдардағы соғыс жауынгері ұлағатты ұстаз қадірлі әке бізге иманды ата бола білді. Бұл фильм атамызға арналған. Басты рөлдерде Сейтмұрат ата, Назира апа. Қоюшы режиссері Baha. Жаным менің аташым, сағынып сізді балашың, ішімдегі мұңымды айтар едім сыр ашып сіз өмірде болғанда. Қайта айналып келердей, түсімде сізді көремін, ұйықтап жатып қуанып, көз алдында сіз жоқсыз, мұна жалған өмірде, сағынам ата, сағынам. Менің атам ардақты, әрбір сөзі салмақты. 6 жыл жүріп соғыста, немістерді жалмапты. 6 жыл жүріп соғыста, немістерді жалмапты. Ардақты атардагер, қанды көйлек кигенер. Ел үшін қан майданда соғысып, аман есен келген ардагер. Ел үшін қан майданда соғысып, аман есен келген ардагер. Құрметті көрермендер, бір пәске атамызды еске алайық. Алладан басқа жоқ тәңір Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Адамның бәрі жат бауыр заманның сол ғой кем тұсы. Болуы қиын хаққа құл ібіліс болса көршісі. Жер бетіндегі көп қабір пенденің алған елшісі. Құлдан не сартық, нәпсісін түгілдей сартық. Намазын оқып 5 уақыт иманын кәміл жей сартық. Қиямет күні құлдым деп Алланың өзі сүй сартық. Жәннатта ғұмыр кешерсің, көңліңде сонда күй шалғып. Анаңның әппақ сүтінен жұмақтың жұпар иісін қып. Жақсыдан үйрен, жаманнан жире. Не өлмейді, ғалымның хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді демекші. Жақсыдан туралы айтылар сыр көп ақ. Сол секілді атамыз біз үшін ардақты әке, өнегелі ұстаз, соғыс ардагері, аяулы ата бола білді. Ол кісіден біз дүниедегі барлық жақсылықты үйрендік десек, қателеспеген болар едік. Құрметті ағайын туыс бауырлар, ендігі кезекті атамыздан түсіріліп алынған кадрларға береміз. Көріп тамашалаңыздар.
бағдарламамыздың кезекті санын бастаймыз. Енді сіздерді осы жерде отырған қонақтарымызбен таныстырып өтейін. Қош келдіңіздер, Омаров Сейтмұрат ата және Омарова Назира апа. Сіздердің өмір оқиғаларыңызбен таныстырып өтейін. Ата, сізде енді мен сұрақ қояйын. Ата, сіздің жасыңыз нешеде және қай жерде туылдыңыз, қашан туылдыңыз? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Ben туылдым 1908 жылы Түркістан ауданы Шілік селосында туылдым. Содан жастайымда шаруашылықпен шұғылданып 1931 жылдары Өзбекстанға кеттім. Енді апа, сізден сұрай кетейік. Апа, сіздің жасыңыз нешеде және қай жерде туылдыңыз, қашан туылдыңыз? Сіз соны айтып кетіңіз енді. Апа, Мен бе? сіз? Мен Темірлан ауданында туылдым. 33 жылы Ташкентке кеттік. Ташкентке барып 6-шы совхоз деген совхозға кіріп істедік. Сол жерде тұрдыңыздар ғой. Енді мен екінші сұрағымды оқиын. Туған жеріңіз, ата, қайда тұрасыздар? Апа, сіз қазір қайда тұрасыздар? Сол Ташкент туралы айтып кетсеңіздер енді. Ташкентте Сайентеруде. Ата, осы сіздерді осы Ташкентте тұрды дейді, көп жақтарда тұрыпсыздар, Өзбекстанда демекші. Сол туралы бір қысқаша мағлұмат айтып кетсеңіз бізге. Өзбекстанда тұрғанда мен колхозда біраз жұмыс істедім. Жұмыс істеп жүріп, мені колхозда оқуға жіберді. Оқып, 3 жылдық курс бітіріп, мұғалім болып кеттім жоғары сыныпқа. Содан 37 оқу жылдары сол Өзбекстанда Сурашкент колхозында оқыттым, мұғалім болды. Мұғалім болдыңыз ғой. Мұғалім болды. Ташкентте осы. 39 жылы армияға кетті содан. Соғыста болдыңыз ғой содан ары қарай. 39 жылы армияға кетіп, Белоруссия, Прибалтийский мемлекеттерінде соғысқа қатыстым. Соғыстан ардагер болып оралдыңыз. Сосын соғыс біткеннен кейін жеңістен Өзбекстанға жұмыс істеген жеріме қайтадан аман-есен оралдым. Сөйтіп тіршілігіңізді жалғастырдыңыз, содан кейін Қазақстанға осы қай жылы көшіп келдіңіз? Сол туралы айтсаңыз. Қазақстанға Өзбекстаннан 1969 жылы Шымкент, оңтүстік облысына деген совхозда көшіп келдім. Өзбекстанға. Қазір тұрып атқандарыңызға енді біраз жылдар өтті. 35 жылдан. 69 жылдан дәл осы жылға 2006 жылға кейін осы жерде тұрып жатырмын. Дейсің бе? Ата, осы 1939 жылы сіз соғысқа бардым дейсіз, соғысқа алып кеттісізді. Сол кезде сіздің отбасыңыз болды ма, жұбайыңыз болды ма? Осы Назира апаға қаншасыншы жылы үйлендіңіз осы? Жұбайым болды, 1 жыл жұбайыммен тұрдым, бірінші әйелім. Сол әйелмен тұрған жылы 39 жылы декабрьде соғысқа аттандыңыз. Кадроваға аттанып кеттім. Сонда Назира апамыз ол кезде сізбен... Назира апаны соғыс аяқтап келгеннен кейін 48 жылы үйлендім. 48 жылы үйленіп, отбасы болдыңыздар. Ал енді апа, сіз осы қанша балаңыз болды, қанша немере көрдіңіз, сол жайлы біраз айтып кетіңіз. Мен бе? Сіз ата екеуіңіз. Құдайдың берген 11 баласын тудым. 21 жасымда келдім. Яңғиол районы Шоралсай сельсебетте 4-ші кезде отырдық. Содан
Baldarım yer жетті, onu bitirdi. Sosun ağayım koymadı. Öserge arısqa köşüp gelem dep. Қазақстанға келдіңіздер. Қазақстанға көшіп келдік. 35 жыл болды қазір Қазақстанға келгеніміз. Қазақстанға келгенде сіздің қанша балаңыз болды? Құдай қалғанының өмірін берсін. Қиыншылық уақыттарда туған екем. Құдайдың берген 6 баласын жерге бердім ғой. 2 қыз, 2 балам. Құдай өмірлерін берсін, соған қанағат қылдық қой. Қазіргі кезде кенже балаңыздың қолында отырсыз ғой сонда? Қазір кенже баламның қолында отырмын. Қанша немереңіз бар енді? Құдайға шүкір, немерем 9, шөберем 5. Иә, ата апа, бастарыңыздан қанша қиыншылық өтті. Қазіргі кезде немере шөбере сүйіп, бақытты отбасыға айдалып отырған екенсіздер ғой онда. Құдайға шүкір. Ата, ал енді көп немере шөбере сүйіп енді өмір сүріп жатсыз, бақытты өмір. Енді жасыңыз қаншаға келді? Сізден асып 97-ге келдім. 97-ге келдіңіз бе? Қалай жас көріп, қалай қиыншылықты басыңыздан өткізген шығарсыз? Соғыстан жүріп талай немісті қырдым. Жойдыңыз. Қанша өмірісі бағындырды білірсені. Бір батыгеде қанша мемлекеттерді бағындырды, пәстіздерден. Bir batıydı, Bulgarski, Yugoslavya'nın malzeme memleketleri bağlandırıp sondan törnbarsa soğuşқа түстім. Енді апамыздан жасын сұрай кетейік. Sodan törnbar soğuşқа түстім, sodan Belarusiyaga vardım, Belarusiyada Sumisky облысында болдым. Gorki облысында болдым. Smolensk облыстарында соғыстар болып, оларды сол облыстарда пәшілерден азат қылып, сол Smolensk облысында соғыстың аяқталуында аяқтатып, қайтадан Өзбекстанға Ташкент облысында соған жеріме қайтып соғыстан келген қатты айтты, соғыстан келген қатты. Апа, енді сіздің жасыңызды сұрайық. Апа, сіздің жасыңыз нешеде өзі? Мен Құдай берген жасым 83-те. 83-тесіз. Атамнан сонда 10-13 жас кіші болғаныңыз ба сонда? Жасына 20 жасымда келдім ғой. Ал ата, сіз қазір соғыс ардагері екенсіз. Сол туралы қысқаша айтып кетіңіз бізге. Соғыс ардагері? Айтып қойғансың ғой, қайдан айтам ба? Ал ата, айта беріңіз. Соғыста болған жерді айта берейін ба? Соғыс ардагері. Соғыс ардагерінің соғысқа қатысты бір батыгедегі майдан мемлекеттер Болгарскийді, Югославияны, Каунас дейді қаланы бағындырып, сондан бізді приказбан істәлден Минскіге, Германия ма? Украина. Сонда соғыстыз ғой, е? Иә, сонда соғысы, Сумский облысы, Ордловский облысы, осындай облыстардың соғыс неміс фашистерді азат қылып, сол жерден аман есе Өзбекстанға қайтадан бардым. Иә, бардыңыз. Енді ата, қазір сіз соғыс ардагерсіз, е? Сол енді сізге осы мемлекеттен қандай көмектер болып жатыр? Сол жайлар. Өзбекстандан біраз 5 жылда көмек алып келдім. Пенсияға сол Өзбекстанда жүріп келдім. Өзбекстанның президентінің сыйлықтарын алып келіп, 69 жылы Өзбекстандан оңтүстік Қазақстанға көшіп келдім туған жеріме. Бұл жерде келгенден бері
pensiya alamın, so'zim boshlar ko'p aldım. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev'dir. 10 mingdan, 15 mingdan tengesini alıp durdum, kömür tengesini alıp durdum. Kardır, yarlayın canlıdır, yakışıramın, bana şarkam bozmasın. Ama neyse, açıklanlar, 17. böyle, 5 böyle, sonra kolumda bana yakınım var, kalkan Allah onu alıp gitti. Sonra ikinci adam kolumda yakşı çok kiledim. Her yen sınav ketdi. Aba, осы Адам соғысқа кеткен жылдары сіздің өміріңіз қандай болды? Сіз қандай қиыншылықтар көрдіңіз? Ben dünyada kemçilik görgem yok. Türk ağamdan yağı gitti, akimden yağı gitti. Sodan kemçilik gördüm. Жалғыз қалдыңыз ғой сонда. Анаңызбен бірге. Anam benim birge. Сонда сіз бір отбасының жалғыз қызы болдыңыз ғой сонда. Барлық отанның тірлігі маған қалды. Әкеңіз армияға кетіп, одан оралды ма әлде? Оралған жоқ қой, оралсайдым ба. Әкеңіз қай жылдары кетті? Жас әкеңіздің аты жөні кім? 44 жылыма, 42 жылыма кеткен есімде жоқ қой. Бірақ барған жерінде хат келді. 2 рет Полобай почта неге кетіп баратырмын, соғысқа түсіп баратырмын. Bir geldi. Sonra кейін мен енді тағы айтты, Полобай почта пәлен жаққа кеттім, Оражын қалаға кетіп баратырмын деді. Сол Оражын қаладан шыққан жоқ. Аты жөні? Аты жөні кім? Аты Қалжан Бахмет. Қалжан Бахмет. Ал ата апа, енді келгендеріңізге көп рахмет. Біздің бағдарламамызға келгендеріңізге. Енді ата, осы келешек балдарыңызға ақыл кеңесіңізді айтып, батаңызды беріп жіберіңіз енді. Қазір, құрметті редакциядан келген Журналист. Журналистерге мен айтатыным, журналистерге де рахмет, сұхбат алғандарға. Мен айтпақшымын, келешекте осы Қазақстанның гүлденуіне, Қазақстанның егемендік болғанына менің жеткіншектегі оқып жатқан балаларым, оқушыларым, оқысқан балаларым жақсы тәрбие алсын, білім алсын, мұғалімдердің айтқанын жастырласын, мемлекет үшін, халық үшін білімді аратар Danışpan. Қазақстанның жастары болып жетіле берсін, білімнің ошағына жете берсін, денсаулығы мықты болсын, қатардан кем болмасын, оқу және оқи берсін. Осыдан Батаңызды беріңіз енді. Осыдан менің патам, менің тілегім Қазақстанның гүлденуіне, егемендігіне үлес қоса берсін жастарым. Осы мен айтылған тілектерімді жастарым тыңдасын, қабыл қылсын, Аллаға. Батаңызды берсеңіз. Қалмайын қылсам şimdi. Құлағını шалына берсін. Rabbim Rabbim amma yasırın. Allah'dan rahmet, Peygamberden şahmat bulsun. Yaşlarımın gelsin. Yenceleri bunu görseniz bildiğimi bu sefer. Amin. Amin. Айтайын ба? Ал апа, сіз енді балдарыңызға тілектеріңізді, батаңызды беріп жіберіңіз. Қорасан ата қолдасын, әруақ Құдай қолдасын. Осы тілегім менің соңымнан ерген күшіктерім Құдай өмірлерін ұзақ қылсын. Біздің көрген күндерімізді көрмесін. Biz ne görmedik, akiden ayrıldık, ağadan ayrıldık. Құдай оны көрсетпесін. Шырақтарымыз, Алла. 40 жылдан бабаларымыз сұрауында
olsun Amin. Al abla, ata. Endi kelgenleringizge köp rahmet. Ömürleriniz uzak bolsun. Allah da öz dedin. Ata apa endi köp sizler köp jıl jasаңыздар endi. Oramal to'n bolmay jıl bolat deyip, endi ekеңizge azın-aulak sıyım bar ata. Kabul alыңыздар. Apa mene. Kabul alыңыздар. Rahmet. Eşlerim bergenlerge rahmet. Al endi osымен биздин багдарламамыз аякталды. Sağ salamatda bolыңыздар. Sizlerмен немересі мен Умар Ванар. Sizlerге арналған ән шашуымыз бар, соны қабыл алыңыздар. Менің атам ардагер, менің атам ардақты, әрбір сөзі салмақты, 6 жыл жүріп соғыста, немістерді жалмапты. 6 жыл жүріп соғыста, немістерді жалмапты. Ардақты ата ардагер, қанды көйлек кигенер, елі үшін қан майданда соғысып, аман есен келген ардагер, елі үшін қан майданда соғысып, аман есен келген ардагер. Болды. Тағы біреуін айтсай, Анар, Нура, тағы біреуін айтсай, көбірегін оқты. Енді кезекте шөбересі өлең айтып береді. Абу Ғасыр, не ісің сен? Қазір ғазар, Атың кім? Абеков. Қандай өлең айтасың? Қандай өлең айтасың? Аяз ата? Ал баста. Ақкенді денелі ақсағалды, соғын ұстау тауына сірезанды, ақ түсті басы ақтылау сесі о, басқан жерде сықылап кеп қалды. Ой, молодец! Айтайын ба? Давай. Bismillahirrahmanirrahim. Бәте берейін ба? Я. Yaşlı. Жақсы. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Құдайым оң қарсын әулиелер қолдасын. Әзірет Сұлтан бабам қолдасын. Арсанбап. Әулиета бабам қолдасын. Arsanbap. Арыстан баб әулием қолдасын. Яссауым баба қолдасын. Abdel babamız. Әбжел баба қолдасын. Sak babamız. Сақ бабамыз қолдасын. Omar Hoca, Semes Hoca. Кемеш қоза қолдасын. Omar Hoca. Омар қоза қолдасын. El Fahri babamızdı. Әушәйби бабамыз. Енді Құдай Kırkıdan kırşıldan. өзім айтайын деп атым ғой тоқтат. Açar var. Оданша атаңызбен сөйлесейін. Құдай қойымыз қалды. Kırkıdan kırşıldan. Kırkıdan 40 жылдан бабаларымыз қолдасын. 40 жылдан бабаларымыз қолдасын. 40 жылдан 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 40
Ой bu tügül aytamadım bu. Adam kalkıp koydu söyle bakmadan. Ben özüme aytıp cumhur günde 40 sütten babalarımız korkmasın. Amin. Abi Allah. Koca oylanğanı kim betreydi eski. Sana aytayın dep durup kalkın etkirsin. Bu yerden koyun ölürsen dedi. Makım belli. Boğan bir gam soş var. Ya Xuda yakırım ver Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördün mü? Gene onu kaladı. Bismillahirrahmanirrahim. Al ata. Dayım koldasın. Siz endi. Yaxşı. Bana geldi. Hazret. Ben bedeleydi. Ya. Ata, to'xtaydыңыз. Ata, to'xtaydı. Bilmеңіз батаны. Ойлаған соны жөн болар, есіктен кірген басыңның алатын орны төр болар. Бесіктен шыққан басыңның баратын жері көр болар. Құранның сөзі қасиет, пайғамбар сөзі өсиет. Күдеріңді үзбе Құдайдан көрсең де қайғы қасірет. Бабалар өткен баһадүр иманы жалғыз досы боп, ізгілік жолын іздеген бұйрығы хақтың осы деп, кіршіксіз ғұмыр кешудей бізге де. Tarık kadın dinledi. Ата, не? Ақпақ болып тұрған не болады? Appak su aslan. Aslan. Ne, suatayım. Қолмен әкеп сұрашы қалай. Ney? Атау. Ne ата? Ne? Bu bizim şimdi 40 şişe. Atalarının yakın değil, bazakla benim. Kırşişin. Adamın uzaktan da verdi. Eskara. Kırşişin değil. Niye gel ata? O şekme arttılar. Ya bu nasıl? Ben diledi. Bu nasıl? Bu ayol yaskan tamır. Tamam değil. Yaskan tamır. Ben ne diyorum? Kırşişe yatalım. Bir gözüm, bir gözüm. Bir gözüm değil. Dedik, Ulan yeğenim ben televizyonu söylüyor aslanım. Oo. Oo. Allah karatakla kulağım kalkayıp der. Söyle var hemen söyle var. Sakalım ösüp gitti, sakal bir yakın bölüp gitti. koy buldu makılmadı. Bu ne ata? Sakal koyacağım. Canım. Ne aldı? Ne aldıydı? Geldi. İnşallah, inşallah, hasiyetli, Acar Sultan, Aslandı'nın kalası kişiye versin, gayle versin. Kuday aşağı. Bismillahirrahmanirrahim. Orta tırgan köpçülük, Koy aşağı. köpçülük, cinsavukların mutlu olsun. Tileyenin, ateş sırap tileyenin ne olsa, kırkırıya kılçıldım, bereketten korkasın. Kılınma bağışlamızdan olsun. Acar Sultan babalarımızın kuvveti olsun da Ahmet Yaşam'ın babalarının arvağı getirdiği versin, başlayı versin. Deniz Rabbena atna dünya hasenatan ömür hasenatla ahla amin. Allahu ekber. Amin. Bol cümdürün. Rahmet. Boldu. Olsun edemediğiniz gibi yetme ki. Ya. Boş hiç aynı. Adamlar ne mi? Ha. Saat neç volt karış? Ketil. Екінші көрдім. Olmaz olmaz. Ketil.
жинадың сен маған даланың әр гүлін, жинадың сен маған, сен бердің құстардың қанатын Сіздер мен құрметті көрермендер, бүгінгі біздің қонағымыз Омарова Назира апамыз. Апамыздан кішкене өмір баяны. Омарова Назира апа, біздің студиямызға қош келдіңіз. Мен айтайын, рахмет балаларым. Апа, енді сізге қоятын бірінші сұрағымыз, жасыңыз нешеде? 85-темін. Апа, сіздің неше балаңыз, неше немереңіз, неше шөбереңіз бар? Айтайын ба? Айтыңыз апа. Менің 5 балам, 2 қызым, шөберім 13-та, сондай шығар. Немереңіз? Немереңіз? Шөберім. Апа, немереңіз неше? 7 немерем, 2 қыз, 5 ұл. Дұрыс, 17 немереңіз бар. Аха. Апа, түсінбедім, қай балаңыздың қолында тұрып жатырсыз? Орынжанның қолында отырмын. Ол сіздің кенже балаңыз ба? Кенже бала, орта балам. Білме? Апа, сізге ағайын туысқандарыңыз келіп жағдайыңызды біліп тұра ма? Тұрады. Құдайға шүкір. Темірланда, Чимкентте, Ташкентте, Солдатскийде, Құдайға мың қадірі шүкір, ағайын туысқаным бар. Жоқ емес, бірақ өзім 84 жасқа келдім. Оларды іздеуге шама жоқ. Туылған жеріңіз қай жер? Не қылған? Туылған, кіндік қаныңыз тамған жер. Туылған жерім Темірлан. Осы Демменеге қаншасыншы жылы көшіп келдіңіз? Қанша дейтін әй? 30-та қанша дедің? 1969 жылы көшіп келіпсіз. 69 жылы көшіп келдім, иә. Осы Демменеге көшіп келгеннен кейін өзіңіздің жағдайларыңыз, күнкөрістеріңіз қалай болды? Қандай жұмыстар істедіңіздер? Мен ПМК-да істедім, қарауыл болып. Мынау Арыстың несінде де істедім, о да ПМК. Онда да істедім, сөйтіп ПМК-ға шықтым әйтеуір. Сіз атамды сағындыңыз ба? Ата жайлы бір ауыз әңгіме қозға жіберсеңіз. Атамды таныма, атамменен бірге жүріп, бірге тұрып пәлен жыл отандастым ғой. Қазір 50 жылдан асты ғой. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Атаның өмірде өткені сізге қалай тиіп жатыр? Өмірден өткен қалай тиіп? Чырайсыздай өтеді өмір. Атасыз өмір Құдайға шүкір, балдардың бәрі өзіндей болып ер жетіп қалды. Қайта қиыншылық жоқ. Құдайға шүкір, келіндер, балдар бар. Апа, енді сіз барлық жайында әңгіме айттыңыз. Енді өзіңіз әкеңіз жайлы бір әңгіме айтсаңыз. Әне айтсамшы? Әкеңіз жайлы бір әңгіме айтып жіберсеңізші. Мен әкем туралы әңгіме айтсам, әкемнен енді Құдай жас берсін, 19-20 жасымда қалдым. 19-20 жасымда кімді әңгіме қаттырақ болдым. Менің алты әкеде неге жыламайды? Апа, жыламаңыз. Қазір сіз алдарыңызда өмір сүріп жүрген балаларыңыздың қызықшылығын көріп жүре беріңіз. Құдай осылардың енді қызығы көрсетсін. Жаманшылық көрсетпесін. Бір
жайында бір өлеңді оқып берейін. Қарсы болмасаңыз, қабыл алыңыз. Жеңіс күні. Соғыс жалмап аға іні бауырды, зар жылатты тыныш жатқан ауылды, бірақ біздер өздерінің арқаңда көрген жоқпыз сол бір қыран дауылды. Жалғызынан айырыпты ананы, әкесінен айырыпты баланы, бірақ біздер өздерінің арқаңда көрген жоқпыз қайғы жұтқан даланы. Шырағым, сол тірліктің бәрі ұлақсыз. Жылап, мына қазірген өзінде жылап отырмын. Әкем соғысқа кетті де, жалғыз өзім қалдым бір үйде. Bir anam var o şeyler. Апа, енді сіз бізге өзіңіздің басыңыздан өткен бір балдарыңызға ризасыз ба? Көңіліңіз тола ма? Сіздің келіп жағдайыңызды біліп тұра ма? Сол жайлы балаларыңызға тілегіңіз, халқыңызға тілегіңіз. Құдайға шүкір, балдарым жаман емес. Құдайға шүкір, балдарым жақсы, жаман емес. Маған жақсының не пайдасы бар, осы Құдайдың берген бала алтындарым жетеді. Ay ceddette bastı günahkar bulmayın, Құдай ой сақтайын. Құдайдың берген осы балдарының арқасында күніміз өтіп жатыр. Не қыламыз? Не дейін басқа? Енді сіз балдарыңызға, немерелеріңізге, шөберелеріңізге тілегіңіз. Құдайым оңласын, қорасан ата қолдасын. Осы менің немерелерім өзімнің жасымды берсін, өзімнің басымды берсін. Өзімнің Құдай осы көрген рахаттарымды барлығын бала шағама көрсетсін. Амин, Аллаху акбар. Oldu mu? Қолдасын. Осы балдарымның Құдай бақытты қылсын. Құдай өмірін берсін. О, ел қатар, халық қатар, өзім қатар бол. Бақытты бол, бала шағалы бол, өсіп өсін, өнсін. Студиямызға тағы да айтам, қош келіпсіз. Енді жаңбыр менен жел көгерер, баса менен ел көгерер демекші, халқыңызға, балаларыңызға бір батаңызды беріп жіберсеңіз. Құдайым оңласын, қорасан ата қолдасын. Ясауын баба қолдасын. Қыршылтен баба қолдасын. Демені жаңа айтайын деген тағымттың қоянке. Қожахмет Яссауи бабаларымыз. Ясауын бабам қолдасын. Осы ел құсап, халық құсап, тіршілік етіп, өмір баян өткізе берсін. Енді айтам, өздерің айтып берсін. Осы балдарым өзім құсап, өсіп, өніп, қызықшылығын көріп, рахатын көрсін, бала шағасын алын. Рахмет апа. Апа, сізге де біздің тілеріміз осындай жасын тағы біреуін жасаңыз. Немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің алдында ойнап көп жүре беріңіз. Орамал тон болмайды демекші сізге мынандай бір сыйлықтарымыз бар. Мынандай күнтізбе арқылы күндеріңізді біліп жүріңіз. Мынандай светильник арқылы светіңіз жарық болсын апа. Балдарым рахмет. Мына берген сыйлықтарыңа. Сыйлықтарың жақсы екен өте. Ал енді осы бала шағаның бәріңде тілегін тілеп отырсыңдар. Осылардың бәрінде қызығы рахатын көріңдер. Біз ұқсап, Аллаху акбар. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Сіздермен болған мен Сейтмұрат Нұрсұлу. Шөберелеріңіздің атынан ән шашуымыз бар. Қабыл алыңыз. Махамбет Али Абылғасы. Сүйдім сені, құлай сүйдім сені, жүрегімді ұстап, жылай сүйдім сені, арман, адастырмай мені қоясың, жалған қошағыңды маған жаятын, жүрек сені сақтай алмадым, үміт алдадың сен мені тағы да алдадың. Жапырағын төккен, жаныма көз жеткен, ораласың қашан, мен аңсаған көктем, арман, адастырмай
Ай мені қоя тұр, жалған қошаңды маған жая тұр. Жүрек сені сақтай алмадым, үміт алдадың сен мені тағы да алдадың. Алдарыңызда Махамбетәлі Альбина. Тана құдіреттім, жанымды жадыратып күлдіретін, сендегі маған деген махаббатты нұр тоқыл жанарым білдіретін. Кезекте Махамбетәлі Ерасыл. Ай, ай, ай. Бұның бәрін айтқанда апамыздың шөберелері. Мөлдірлеп көзім жебектейді, отырсам ойнап. Ойнап. жар болса су Алладан басқа жоқ тәңір Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Адамның бәрі жат бауыр заманның сол ғой кем тұсы. Болуы қиын хаққа құл ібіліс болса көршісі. Жер бетіндегі көп қабір пенденің алған елшісі. Құлдан нес артық, нәпсісін түгілдейс артық. Намазын оқып 5 уақыт иманын кәміл жейс артық. Қиямет күні құлдым деп Алланың өзі сүйс артық. Жәннатта ғұмыр кешерсің көңліңде сонда күй шалғып. Анаңның әппақ сүтінен жұмақтың жұпар иіс аңғып. Алланың бары ақиқат танитын соны ілім бер. Лә иләһә деп жас ұрпақ намазбен хақтың нұрын көр.